Сәлеметсіздер ме, құрметті аналар, құрметті балалар. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз қалай бақытты бала етіп өсіруге болады. Жалпы алғанда ересек адамдар кішкентай балалардан үш нәрсені үйренуге болады. Ол еш себепсіз қуануды, сонымен қатар өзінің сүйікті ісін табуды, сондай-ақ өз айтқанында тұруды балалардан үйренуге болады. Көптеген ата-ана баласының бақытты, табысты болғанын қалайды. Сонымен қатар оның табысты, бақытты болуын қанымен өтелмейтінін ешкім айтып түсіндірмейді. Баланы қалай бақытты етіп тәрбиелеу керек? Ол үшін үш принцип бар. Біріншіден, баланың табысты, берекелді, бақытты болуын үшін алдымен сіз балаңызға балықты емес, қармақты бересіз. Себебі бала кезден дайын нәрсеге тап болған, айтылған талабы, айтылған сәтте дер кезінде моментально орындалған бала, ол есейген кезде де сол тактиканы қалыптастырады. Ол есейген кезде қармақты қалай қолдану керектігін білмей, бірденен балыққа жетуді қалап, оның өзгеруі өте қиын жағдайға соқтырады. Неше түрлі өмірлік қиындықтарға тап болуы мүмкін. Оның өмірде, үлкен өмірде өзгеруі оңай болмайды. Екіншіден, кейбір ата-аналар балаға өздерінің өмір бойғы ұстап жүрген қармағын береді. Яғни бұл айтқанда кәсіби әулеттер деп айтуға болады. Мысалға, ол дәрігерлер болуы мүмкін, мұғалімдер болуы мүмкін, прокурорлар болуы мүмкін деген сияқты әртүрлі профессияны атадан балаға беріліп келе жатқан отбасылар болуы мүмкін. Яғни кәсіби әулеттер. Осы кезде кәсіби әулеттердің екі тұсы бар. Бірі сол кәсіпті, яғни атадан балаға беріліп келе жатқан кәсіпті қалай қолдану керек екенін, қай жерінде қандай қиындығы бар екенін айтып түсіндіріп, оны қабылдаған бала жақсы. Яғни баланың өзінің жүрегінде сол отбасылық кәсіпте, отбасылық мамандықты игеретіндей, оның жүрегі отбасылық кәсіпті қабылдайтындай болса, онда ол балаға өте жақсы. Кейбір отбасылар бар, бала өзінің кәсіби отбасын дағы кәсіпті қабылдағысы келмейді, оның қызығушылығы басқа жаққа ауып кетеді. Сонымен қатар осы кәсіби әулеттердің ішіне мысалға жазушылар кіреді, композиторлар кіреді. Кейбір дарынды жазушылар, кейбір дарынды композиторлардың отбасыларынан дарынды композитор, дарынды жазушы шығуы екіталай. Өйткені әр баланың қызығушылығы, әр баланың мировоззрениясы әртүрлі болады. Сонымен қатар бұл кәсіптік әулет, кейбір кәсіптер геннен берілуі мүмкін, генетикалық жалғасын тауып кетуі мүмкін. Мысалға, ол ананың жүкті кезіндегі жасаған іс-әрекеттеріне байланысты. Өте қызықты ақпарат бар. Наполеонның анасы Наполеонға жүкті кезінде солдаттармен біртүрлі ерекше ойнағанды жақсы көрген екен. Сол сияқты ана жүкті кезінде нені қызықтаса, ненімен қандай жағдайда, қандай да бір кәсіппен шұғылданып жүрсе, ол балаға тікелей әсер етеді. Сол себептен балаңыздың қабілеттері мен бейімділігіне өзіңіз сене біліңіз, және оған балаңыздың қабілеті мен сенімділігін арттыру үшін сіз оған көбінесе қолдау көрсетуіңіз керек. Көбінесе оның жан дүниесі нені қалайтынын түсіне білуіңіз керек, оны тыңдай білуіңіз керек. Мүмкіндігінше оған шығармашылық еркіндік беріңіз. Сол кезде балаңыздың қандай да бір іске, қандай да бір кәсіпке шұғылданғысы келетін әуестігін байқайтын боласыз.
және сонымен қатар оның бастапқы мүдделері мен мақсаттарын бірінші орынға қойыңыз. Өзіңіздің мүдде мақсатыңызды емес, балаңыздың мүддесі мен мақсатын бірінші орынға қойыңыз. Сол себепте балаға осындай сәтте қолдау қажет болады. Ол мүмкін қызығушылығын дамыту, балаңыздың қызығушылығын, балаңыздың мүмкіншіліктерін дамыту үшін сізден балаға мынандай көмектер керек. Оны көркем әдебиеттермен баулыңыз, мысалға. Ақындық жағын танысаңыз балаңыздың, не болмаса жазушылық, әртүрлі әңгімелер жазғысы келетін болса, оны көркем әдебиет шығармаларымен, кітаптармен дамытсаңыз болады. Не болмаса спортқа жақындығын, балаңыздың спортқа жақындығын байқасаңыз, оны неше түрлі спорт секцияларына жазуыңызға болады. Егер балаңыз немесе қызыңыз үйде бір нәрсе тоқып, болмаса бір нәрсені ойып, шұқылап істеп жүретін болса, онда сіздің балаңыздың еңбекке, кәсіпке жақын екенін байқайсыз да, оны еңбек үйірмелеріне, қол өнер үйірмелеріне жазсаңыз болады. Ал егер сіздің балаңыз музыка тыңдап, бір нәрсені дыңғырлатып жүретін болса, онда сіз оны музыка үйірмелеріне жазсаңыз болады. Яғни сіздің балаңызға деген көмегіңіз оны үйірмелерге, спорт секцияларына және де көркем әдебиет шығармалары жағына, кітаптарға жазсаңыз болады. Міне сіздің балаңызға деген көмегіңіз, қолдауыңыз осылай білінеді. Бастапқы айтқан қармаққа оралсақ, енді кейбір ата-аналар бар, өздерінің мамандықтарының кері пікірін айтып балаға ұғындырады. Яғни өздерінің мамандығын ұсынғанымен балаға мамандық таңдау кезде өздерінің кәсібін, өздерінің мамандығын ұсынғанымен оның теріс жақтарын, яғни негативті жақтарын айта бастайды. Сол себепті әрбір жұмыстың қиындығы бар және қызықшылығы бар, қызық жақтары да бар. Соны жағымсыз жақтарын айтудың қажеті жоқ. Ол балаңызға кері әсер етуі мүмкін. Мамандық таңдауда екі ойлы болып қалуы мүмкін, немесе ол мамандықты толық танып білмей жатып, басқаша қабылдауы мүмкін. Сол себептен өзіңіздің мамандығыңыздың кері әсер ететіндей жағын балаңызға айтпаңыз. Мүмкін ол мамандықты сіз аша алмағанымен балаңыз ашуы мүмкін. Жүрек қалауы сол мамандық болып тұрса, ол мамандықты балаңыз толықтай алып кетуге құқы бар. Яғни сіздің жасаған қателіктеріңізді балаңызда жасауы тиіс, және сол жасаған қателіктерінен бала сабақ ала білуі керек. Яғни жеңіліс тапқан, жеңіске бірденен жеткен адам емес, жеңілісті сезініп, жеңістің қандай болатынын білген адам ғана сол жолды дұрыс бағыттап, дұрыс жолда жүре біледі.